Бүгін Алматыда журналистердің кәсіби мерекесі қарсаңында Қазақстан журналистер одағының басқармасы дәстүрлі марапаттау шарасын өткізді. Әдеттегідей биылғы құттықтауда алдымен фотожурналистикадағы үздік фототілшілерге табысталатын Рахымбай Ханалы атындағы сыйлық иегерін анықтаумен басталып, 9 номинация бойынша жылдың үздік тілшілері журналистер одағы сыйлығының лауреаты атағымен марапатталды. Айта кету керек, бұл жеңімпаздар биылғы байқауға келіп түскен 59 жұмыстың қорытындысы арқылы іріктелді. Салтанатты шарада сондай-ақ биыл алғаш рет баспасөзге қолдау көрсетіп, бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз жұмыс істейтін мекемелердің өкілдеріне де одақ дипломдары табысталды. Лауреаттардан басқа да бізде дипломанттар да бар. Енді осы журналистердің жұмысы ауыр, соның бәрін жүктеп келе жатқан азаматтар бар. Оның ішінде Алтай Абибуллаев, Нұрлыда Ораз, Лариса Каковинец, өздерін көріп атсыздар ғой. Әрбір салада жұмыс істейді. Олар жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Сол азаматтарға біз өзі шын жүректен ризамыз. Содан кейін бүгін біз осындай диплом бердік.